оқушылар, бүгін сендермен тәрбие сағатымыздың тақырыбы мамандық таңдау басты бағдарымыз деген тәрбие сағат өтеміз. Бірықтарымыз ортаға шығайықшы. Дөңгелек болып тұрамыз. Тренинг ұйымдастырамыз. Бұл жерде дөңгелек болып тұрамыз. Бұл жерде қазір мен мысалы бір мамандықты бастаймын, мысалы мұғалім деймін. Содан бастап мамандықты жалғасып әкетулерім керек. Мұғалім. Менеджер. Можно найти? Прокурор. Малышек, Ірі кәсіп иесі. Ірі супермаркеттің иесі. Я могу сказать ассистент. Нет? Секретарь. Ты все это. Ты все это. Қосылса дөңгелек. Орысша болмайды ғой. Разработчик. Адам без него түсірмей. Разработчик. Вообще түсірмешсің? Бухгалтерия. Я. Бухгалтер. Газета. Раб. Разработчик. Вақтал отырамыз. Мамандық несі бар, оның 500 мыңға жуығы ай сайын, күн сайын өріп отырады. Осының ішінде көп мамандық ішінде өзіміздің мамандығымызды таңдау, бұл басты мақсатымыз деп ойлаймыз. Өмірде екі нәрседен қателеспеу керек. Біреуі мамандық таңдауда, екіншісі шарт таңдауда деп айтады, иә. Сондықтан бұл мамандық бізбен бірге өлгенше қасымызда болады. Сол үшін біз өзіміздің мамандығымызды өзіміздің қалауымыз бойынша таңдауымыз керек, иә. Жалпы мамандық қарапайым өмір сүру көзі болып табылатын және қандай да бір дайындықта жауапкершілікті талап ететін еңбек қызметінің маңызды бір бөлігі болып табылады екен. Жалпы мына сұрақтарға жауап берейік. Мамандық дегеніміз кім қалай түсінеді? Мамандық ол сен болашақ кезінде айналысатын ісің. Сөйтіп айналысатын ісің болатын немесе және де ол сенің өміріңе керек қаржыны табатын табыс көзі. Келесі сұрақ, мамандық таңдауға кім және қандай жағдайлар әсер етеді? Кім қалай ойлайды? Кім әсер етеді? Ата-анамыз әсер етеді, отбасымыз, қоршаған ортамыз, адам өзінің несі, ішкі сүйіспеншілігі. Келесі, қазіргі маманның табысты мамандары, қазіргі заманның табысты. Программист. Тағы? пилот, Стоматология. пилот, самолет, Мұғалімдер. Вы знаете, какие мамандар востребованы деген жоқ. Ол адам әртүрлі адамға байланысты. Если ол действительно сол мамандықпен қызықса, ол сол өз мамандығымен де үлкен ақша таба алады. Адам өзіне байланысты келеді, иә? больше интересует. Қазіргі заманғы жоғары білімі бар маманға қандай талаптар қойылады? Қалай ойлайсыңдар? Жауапкершілік. Жауапкершілік
басқа адамдармен жақсы қарым-қатынас. Қарым-қатынас орната білу керек. Адамдармен жұмыс жасай білу керек, иә? Бәсекеге қабілетті болу керек. Сосын апай қазір ораторская речь тоже өте маңызды болды. Иә, ол да маңызды. Тағы қосаларың бар ма? Жақсы, келесі сұрақ. Сыныпта кім қандай мамандық иесі болғысы келеді? Шетінен бастап айтайық, иә? Прокурор? Программист, несие труд. Тренер по плаванию. Программист. Пока инженер. Пока инженер. Бухгалтерия. Юрист. Суретші, ой, педагог. Мұғалім. Таңдауларың күшті екен. Бұл мамандықты таңдауларыңда өздерің таңдап жатсыңдар ма әлде? Отбасы, біреулер ата-аналарының айтуымен? Медицина, отбасы айтты, медицина всегда керек болады. IT өзім. Негізі өзің қалайтын, өзің сүйген мамандыққа баруың керек. Әйтпесе өзің қаламасаң, оны кейін ол жерде өзіңде құртасың, сол мамандық иесінде құртасың да. Екі жақтан Қаламадым дегенде сен басқа мамандықтармен салыстырып сол мамандықты таңдаған кезде ол жарай ма? Негізі? иә, Менде осылай болды, типа медицинада оқып, параллельно IT программирование. екеуін егер де алалан жауапкершілік ұстай аламын десе, екі мамандықта. Бірақ еріккен менің бас ұстаған соға кетеді деген бар, иә? Жақсы, тақтаға қарайық, бұл кім деген мамандық, иә? Ең ақшасы көп маман кім деп ойлайсыңдар? Ең ақшасы көп маман кім деп ойлайсыңдар? Үш мамандықта ол юрист, менің ойымша, программист и медицинада. И 4 қысым болған. Я? Ну, вот они миллионами зарабатывают, миллиард. Нет, другой. Сайтымыз просто сен пистолетін сатып, соның Торговля. Келесі, ең қарым-қатынасы күшті маман. Қай маман деп ойлайсың? Адамдармен қарым-қатынасы. Стоматолог. Сол дәрігер ол. Сөйлей береді. Оларда қарым-қатынас жасайды. Ең тәтті маман. Кондитер, иә? Аспаз, кондитер жатады. Ең жасыл маман. Эколог. Ең күлкілі маман. Актерлер. Және де ең жауапты маман. Эпилог берсем. Ең салмақты маман. Салмақты мобилон. Судья. Келесі. Психогеометрия өзіңіз таным дейді. Психологиялық білім. Мұнда 4 түрі негізінен. 3 бұрыш, дөңгелек, 4 бұрыш және зигзаг. Осының біреуі таңдаулары. Абай сіз төрт бұрышты жауап бересіз. Жоқ, апай, сіз өзіңіз. Мен өзім. Кім қайсысын таңдайды, айтайық деп білмеймін. Домалақ. Қыздар. Зигзаг. Үш бұрыш. Квадрат. Шеңбер. Шеңбер. Үш бұрыш. Дөңгелек. Сен ше. Параллель зигзаг. Зигзаг. Бар ондан ма? Енді кім қандай таңдайды, сол бойынша не шықты оқиды, бұл мамандыққа әсер тигізеді. Квадрат таңдағандар кімде? Сен ғана ма? Жақсы, тыңдай ғой. Сенде төзімділік, шыдамдылық, еңбекқорлық дамыған. Өз айналаңа адамдарды жинап, ұйымдастыру, реттеу және жүйелеу қабілетінің басшылық. Сенен үздік администратор шығар. Зигзаг таңдады. Зигзаг мен Сенде әсемдікті көре қабілетін жоғары қалыптасқан. Сондай-ақ шығармашылық қабілеттің ой-өрісің дамыған. Сенде табиғи өткір ойлық бар. Өз айналаңнан қабілетті адамдарды жинай аласың. Сені шаблондар, ережелер, нұсқаулар қызықтырмайды. Бастаған істі аяқтауға төзімділіктің жоқтығы бөгет жасайды.
Сендер таңдағандар кімдер? 2, 3, 4 иә? Сендер таңдағандар. Сенде адамгершілік жоғары дамыған. Сен өз әріптесіңді тыңдай аласың. Және оны қайғысымен қуанышын бірдей бөлісесің. Басқаның ауыртпалығына жәрдемдесу қабілеті жоғары қалыптасқан. Саған жеке адамдар арасындағы айтып жөнделер тән емес. Өзіңді олардан аулақ ұстайсың. Сен үздік психолог шығуы мүмкін. Бесен таңдадың ба соны? Aba biz üç kuruş tandağanlar. Üç kuruş екеуің ба? Үш kuruş таңдағандар. Саған басқарушылық қасиеттен. Өз көздеген мақсатыңа қол жеткізуге барлық мүмкіншілігіңді жасайсың. Өзіңе сенімдісің. Және жеңіске, жетістіктерге, ұтыстарға оңай қол жеткізесің. Айтқаныңнан шықпайсың. Абыройлысың. Сен қоғамда өмірде жоғары жетістіктерге қол жеткізесің. Жұмысыңда жоғарыға көтерілуге бейімділігің бар. Жалпы көп жүзіне алалы міндет емес ай болу, ең басты қалауы кәсібіңе сай болу дейді. Бұны Жүсіпбек Аймауытов айтқан екен. Жалпы мамандық таңдаудың 3 формуласы бар. Оның бірі үйренгім келеді, үйрене аламын және үйреніп керек. Осы 3 формуланы таңдау арқылы біз өзіміздің мамандығымызды қалған мамандықты таңдайды екенбіз. Келесі. Сондай-ақ мамандық таңдаудың 7 қадам бар екен, 3 формуласымен бірге. Біріншісі, еңбек етсем, ертеңгі бақытыма сенемін. Мақсатыма жеткізер, уақытыма сенемін. Достық қыспен қасыда жеңеріме сенемін. Ақыл сана біліммен өнеріме сенемін. Арым таза, ақ көңіл адалдыққа сенемін. Абыройлы ақ ниет адамдыққа сенемін. Иә? Өз-өздерімізге сеніп, күшті мамандық иесін таңдайық. Соңғы тәрбие сағатымыз соңын жүректен жүрекке әдісімен аяқтайық, иә? Бірімізге келешекте қандай тілек тілейміз, қандай маман иесі болуымыз керек, сәттілік болсын, бірімізге жылы лебіздерімізді айтып өтейік. Мен саған келешекте күшті маман иесі болып, өзімнің қалаған мамандық иесі болуыңа тілектеспін. Әрі қарай жалғастырамыз. Мен саған қалаған мамандығымды таңдап, онымен өмір бақи жұмыс істеп, жақсы маман болуға тілектеспін. Мен саған сәттілік тілеймін және де мамандығын жақсы таңдауды тілеймін. Көп ақша санамызбен тапты. Енді мен саған сәттілік тілеймін. Мамандығың жақсы болсын. Үлкен должность ал. Жолың болсын жігіт. Мен саған сәттілік тілеймін. Болашақта жақсы маман иесі болуды тілеймін. Және де өз мамандығымен риза бол. Мен саған сәттілік тілеймін. Сенің қолыңда барлығы келеді. Мамандығың әрқашанда, сен таңдаған мамандығың әрқашанда көбейтсін. Жақсы тауып өзіңнің жетістігіне және тілегіне. Конечно, мен саған осы әлемдегі барлық жақсылық саған тілеймін. Сол денсаулық мықты болсын, отбасың бақытты болсын, денсаулықтар мықты болсын, бай болыңдар, жақсы адам болыңдар. Ибрагим, саған басты мұрын сәттілік. Екіншіден жақсы психолог бол. Саған тек тұрамыз егер что. Жақсы отбасы құрып, аман есен жүру. Ел одан бәрі жасыл болсын. И саған өзің жұмысына риза бол. Мен саған қобалжымай өзінің ұнайтын университетіне түсіп, жақсы маман иесі болып, күшті жұмыс тапқаныңды тілеймін. Мен саған сәттілік тілеймін. Осы өмірде өзімді шынайы өзімді қалыптастырып, басқаларға осы өмірде өз орнымды ойып табатын сенімдімін. Апа-менске ма? Мен сізде болашақта жақсы маман иесі болып, үздік педагог атануға тілеймін. Рахмет.